2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда электрондық шот фактураларды рәсімдеудің жаңа бақылау тетігі іске қосылады. Бұл жалған электронды шот фактураны жазып беруді азайтып, көлеңкелі экономиканы қысқартуға бағытталған жүйе. Жаңа тәртіп электронды шот фактураны жазу етамға сервисі есептейтін арнайы баланс арқылы жүзеге асады. Яғни кәсіпкер шот фактураны тек расталған шығындары жеткілікті болған жағдайда ғана бере алады. 2026 жылдан бастап салық кодексінде өзгерістер орын алуда. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап электронды шот фактураларды жазып берудің қадағалаудың жаңа екі тетігі іске қосылады. Ол біріншісі электронды шот фактураларды жазып берудің автоматтандырылған бақылау. Автоматтандырылған бақылауға ол етамға жүйесінің баланс негізінде жүзеге асырылады. Етамға жүйесіндегі баланс салық төлеушінің есебінен толықтырылып отырылады. Және де салық төлеушінің жазып берген электронды шот фактураларына бақылау жүргізіп отырады. Егер салық төлеуші сатып алған тауарлары болмаса, немесе етамға жүйесіндегі балансында қаражаты болмаса, ол электронды шот фактураны жазып беруден тыйылады. Алайда электронды шот фактураларды жазып беруді автоматтандырылған бақылау барлық салық төлеушілерге жүргізілмейді. Ол тек қана өзінің айналымын, атқарған жұмысын, жасалған қызметтерін растау кезінде өзі жазып берген шот фактураларды кері қайтарып орындаған жағдайда ғана ол салық төлеушілер аталған бақылауға түседі. Аталған етамға жүйесіндегі бақылау 12 айдың ішінде жүргізіледі. Алайда келесі шарттар орындалған жағдайда 6 айдан кейін бақылау тоқтатылады. Ол баланс тұрақты түрде ай сайын толықтырылып отырылса, және де пайдаланылған баланс жазылып берген электронды шот фактурадағы қосылған құн салығының кемінде 50%-ын құраған жағдайда. Аталған электронды шот фактураларды жазып беруді бақылау негізінен көлеңкелі экономиканы азайтуға, салықтық әкімшілендіруді айқындауға, шынайылығын және тиімділігін арттыру үшін іске асырылуда. Етамға балансы нақты уақытты есептеп, кәсіпкер оны қажетті мөлшерде толтыра алады. Бақылау тек тәуекел тобына кірген салық төлеушілерге ғана қолданылады, ал қателігін өзі түзеткендерге шектеу болмайды. Бақылау 12 айға созылады, бірақ баланс тұрақты толтырылған жағдайда 6 айдан кейін алынуы мүмкін. Сондай-ақ жалған жеткізу белгілері бағытталған кәсіпкерлер салыстырмалы бақылау жүргізіп, 10 күн ішінде электронды шот фактураны түзету немесе түсініктеме беру талап етіледі.